Саламатсыздар ма? Өтіп кеткен тақырыпта мұздықтардың пайда болу жағдайы мен қоректенуі және мұздықтардың түрлері бойынша біз жер бетінде ұзақ уақыттар бойынша сақталатын кристалды мұз шоғырын мұздық деп атап кеттік. Енді қардың фирнің мұздың балансы жағдайларында қарай мұздықтың өзі аккумуляция және абляция зонасына бөлінеді дедік, иә. Мұздықтың массасының еру және булану арқылы кемуі абляция деп аталады дедік. Сондықтан аккумуляция және абляция суреттерін біз ана жолы қарастырдық. Аккумуляцияға бұл енді қоректену жатады да, орысша айтқанда, жерде область питания, область таяния деп көрсетіп тұр мына суретте. Ары қарай тақырыбымызды жалғастырып кетейік. Бұл жерде біз таулық мұздық бедерін қарастырамыз. Таулы өлкелердің мұздық түрлері орографиялық орналасу және қоректену жағдайларына байланысты сан алуан түрлі Щукин тау мұздықтарының мынадай түрлеріне ажыратты. Біріншіден, қарлы мұздық фирн және қар дақтары қар деңгейін биігірек орналасқан өңірлерде таудың жайпақтау келген беткейлерінің ойпалды жерлерінде түзілген мұздықтар. Мына суретте алдарыңызда қар бейнесі, міне карлингтер дейтін жерді қар, міне. Бұл қар түскен күйінде жан-жағынан қоршаулы болғандықтан доғалданып, қатып, ірі түйірлі қарлар мен мұздардың линза тәрізді жиын. Олар мұз басудың алғашқы сатысы болып саналады, немесе үлкен мұздықтардың кішіреюі салдарынан сақталған кішігірім мұздықтар. Екіншіден, құламалы көлеңкелі беткейлердің етегіне қар көшкіндерінің жиналған баспалдақ тәрізді мұздықтар, ледники ступенеобразные дейді орысша айтқанда. Ілінбелі үшіншіден, аспалы мұздықтар, висячий ледники дейді, таудың құламалы беткейлерінде кішігірім шұңқырларды толтырады да, одан шағын тілденіп қана шығады. Төртіншіден, карлық мұздықтар, каровый ледники, тау басындағы беткейлерде орындыққа ұқсас шұңқырлардың түбіне түзілген шағын мұздықтар. Бесіншіден, аңғарлық мұздықтар, қар және жауын-шашын өте мол жағдайда пайда болады. Бұлар мұздық цирктерінен басталып, негізгі аңғар арқылы төмен қарай созылып, көптеген бүйірлік тарамдармен бірге қосылып, бүкіл аңғарды алып жататын күрделі мұздық. Қара қорым тауларының мұздықтары. Памирдегі ұзындығы 72 километр жеткен Феченка мұздығы жатады. Жерде суретке қарастырып кетейік. Жерде міне Памир таулары жапқы мұздықтарымен. Ары қарай жерде Эльбрус қарастырып кетейік. Алтыншыдан, сөнген жанартау кальдерында орналасқан кальдерлық мұздықтар. Оларды орысша кальдеровый ледники дейді. Жетіншіден, жанартау конустарының төбесін жауып жатқан мұздықтың берік, то есть бөрік тәрізді Кавказдағы Эльбрусты жатқызамыз, Қазбектің төбесіне мұздықтың бөрік және тағы да басқа. Бұл жерде міне
Эльбрусты қарастырып кетейік. Тағы да мына жерде Қарақорым таулары міне. Екі биік тау жотасының арасынан қоректенген, екі жағына бірдей жылжып ағатын қоржын мұздықтар. Оны және де келесі Норвегия немесе Скандинавия мұздықтарын ұқсас мұздықтар. Таулы мұздықтар мен жамылғы мұздықтар арасындағы өтпелі мұздықтар, переходный ледники дейді оларды. Мұздықтардың мұндай түрлері үстірт тәрізді тегістелген тау өлкесін алып жатады. Оныншы ол қайта түзілген мұздықтар, возрожденный ледники дейді. Мұздық жолында биіктеу келген жар қабақты кирпичтерге кездескен кезде мұздықтың тұтастығы бұзылып, төмен етегіне кесек мұз сеңгірлеріне бөлініп түседі. Щукин жоғары айтылған мұздықтардың басқа Тянь-Шань тауларында көбінесе қар көшкіндері есебінен өзен аңғарларының бастауында пайда болатын Түркістан мұздықтары тектес мұздықтарды белгілеген. Тауда мұздықтардың пайда болуы қар жұрнағынан немесе фирн дақтары қалыптасу кезеңінен басталады. Қар шекарасына сәл жоғары тау басындағы беткейлердің ойпауытты жерлерде қыстай жиналған қар жазда еріп үлгермейді. Олар келесі жыл мұнда тағы да жаңа қар түседі. Сөйтіп қар біртіндеп фирнге, кейін мұзға айналады. Келесі тақырыпта біз енді жалғастырып, жаңағы Норвегия, Скандинавия мұздықтарын, ұқсас мұздықтарын қарастырып кетеміз. Ары қарай бедердің кар пішіндерін қарастырамыз.